Қыздар қосылып жатыр екен. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Тағы да 1 минуттай күте тұрайық, сосын бүгінгі тақырыбымызда, яғни бүгін барлық тақырып детокс жайлы болады. Барлық сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беретін боламын. Егер де ораза жайлы қыздар, қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, қазір мына жерге жазып жіберсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беремін. Қош келдіңіздер. Бастай берейік, қыздар. Қалған қыздар кейінірек өздері қосыла жатар, кейін тағы да тыңдап алады міндетті түрде. Қайырлы кеш, Бағила ханым, халіңіз қалай? Қайырлы кеш, қалай арықтауға болады дейді. Детокссыз дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастауға болады. Өйткені детокс барлығына жарай бермейді қыздар, кей қыздарға детокс жарамай қалатын жағдайларда болады. Мен қазір мына жерде эфир жаңағы комментарийді өшіре тұрайын, сосын сұрақтарыңыз қоя бересіздер міндетті түрде. Өшірдім. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, мына жерде сұрақ белгісі тұр ғой, соны басып жаңа сұрақтарыңыз қоя берсеңіздер болады. Менің дауысым естіліп тұр ма, қыздар? Дауысым жақсы естіліп тұрған болса, міндетті түрде жүрекшені басып кетсеңіздер, сосын бастайық. Естіліп тұр, барлықтарыңызға? Естіліп тұр екен, барлығы өте қуаныштымын. Қыздар, жалпы детокс деген не? Көп қыздар түсінбей жатыр. Группаға қосылған қыздар бар, олар да түсінбей жатыр. Жалпы детокс деген не үшін оны детокс деп атайды деп. Жалпы детокс деген осы арықтау марафонының бір түрі. Яғни жалпы детокстың мағынасы ол тазару, ағзаны, бүкіл ағзаны емдейді, тазалайды. Бүкіл ағзаны артық шлактан, токсиннан, тұздан, артық судан, барлығынан толықтай тазалайтын осы детокс. Яғни бастапқы функцияның біздің организм есіне түсіріп, қайта қалпына келтіреді. Бүкіл ағзаны тазалағандықтан жаңа клеткалар пайда болады, жаңа жасушалар пайда болады. Сол арқылы бізде денсаулығымыз да жақсаратын болады. Мысалы артық қандай да бір салмағымыз болатын болса, ол да міндетті түрде кететін болады. Егер де детоксты дұрыс жасайтын болсаңыздар. Жалпы детокс кімдерге болады, кімдерге болмайды, сол жайлы да айтқым келіп отыр. Қараңыздар. Дертке дауа детокс. Яғни детокстан біз қандай нәтиже аламыз? Бетімізге егер қандай да бір қара дақтар пайда болған болса, қазір өздеріңіз айтыңыздар, сіздерде қара дақтар бар ма? Егер бар болса, мына жерде сұрақ белгісі тұр ғой, сол жерге жазып кетіңіздер. Менде қара дақ бар бетімде, немесе прыщи деп жатамыз, бір майлы тамақ жеп қойғанда бетімізге шыға келеді. Угри деп жатамыз, сондай жағдайлар егер сіздерде болатын болса, міндетті түрде жазыңыздар. Сосын, егер сізде аллергия болатын болса, аллергия не үшін аллергия адамда пайда болады, оның мысалы іштен туындайтын аллергия бар, мысалы түшкіру деп айтып жатамыз, немесе сырттай білінетін аллергиялар бар, яғни денеміз қышып, бөртпелер пайда болып кетуі мүмкін, денемізде. Сол аллергия, оның барлығы бүкіл ағзаның, ағзамызда шлак пайда болса, бізде аллергия өте жиі кездесетін болады. Сезондық аллергиялар болады, в основном көктем мезгілінде, жаз мезгілінде көп кездеседі. Ол не үшін? Өйткені сіздер қазір демалып жатқан ауаларыңыздың барлығы әртүрлі, мысалы түтіннен пайда болуы мүмкін, ол шлактар. Сіздер демалып жатсыздар ғой, сол дем арқылы да біздің ағзамыз сондай шлактарға толып қалатын, токсиндарға, ауыр металдарға, біздің ағзамыз, біздің бүкіл қанша дұрыс тамақтанғанмен сіздің ауа арқылы баратын токсиндарыңызды, шлактарыңызды сіз олардың санына жете алмайсыз, қыздар. Соның барлығын тазарту үшін міндетті түрде детокс жасап тұру қажет, қыздар. Сосын байқасаңыздар, суымыздың барлығы хлор,
сол арқылы да бір жағынан шашымыз өте көп түсіп жатады, немесе жаңағы бізде ағзамызда қандай да бір дәруменнің жетіспеушілігінен өте көп шашымыз түсіп жатады. Бала босанған соң жаңағы көптеген дәрумендерді жоғалтып аламыз, немесе осы көктем мезгілі келгенде адамда авитаминоз болуы мүмкін, гиповитаминоз болуы мүмкін, сондай жағдайларда шынымен де біздің шашымыз уыстап түсіп жатады. Вот соның барлығының алдын алу үшін міндетті түрде детокс жасау керек ағзаға. Сосын тері аурулары деп жатырмын ғой, көбінесе мен кездестірген адамдардың жаңағы беттеріне бөртпелер пайда болады. Ол қандай тамақ жесе де ол жаңағы тері асты құрты деп жатамыз, клещи, вот подкожный клещ деп айтып жатамыз. Ол денесінде де жаралар пайда болуы мүмкін, немесе беттерінде де жаралар пайда болуы мүмкін. Оның барлығы сол жаңағы ағзадан келетін бүкіл токсин шлактардың барлығы біздің кожамызға әсер етіп, сол арқылы да бізде дерматологиялық қандай да бір аурулар пайда болуы мүмкін ағзамызда. Оның барлығын емдеу үшін бірінші міндетті түрде ағзамызды тазалауымыз керек. Қалай тазалаймыз? Міндетті түрде детокс жаңағы бүкіл ағзамызға жасауымыз қажет. Ол тек қана сіз смузи ішіп қана қоймайсыз, ол жерде міндетті түрде қосымша жаңағы бет күтімі дейміз, шаш күтімі дейміз, ПП тамақтарды қолдану арқылы, соның барлығы комплексіне болған жағдайда шынымен де бүкіл ағзамыз біздің тазаланатын болады, қыздар. Сосын басым жиі ауырады дейді. Не үшін жиі ауырады? Оның бірден бір себебі, егер сіздің ағзаңызда қандай да бір токсин болған жағдайда ауыруы мүмкін, немесе жаңағы қан қысымы түсіп кеткен жағдайда ауыруы мүмкін, немесе көтеріліп кеткен жағдайда ауыруы мүмкін, немесе қандай да бір мүшеңіз, мысалы бауыр, бүйрек деп айтамыз, немесе асқазан деп айтамыз, бір ауырып тұрады ғой, былай дың етіп. Вот сондай жағдайда шынымен де сіздердің бастарыңыз ауыруы мүмкін. Оның барлығын алдын алу үшін, ауыртпас үшін, асқазанымызды, бауырымызды, бүйрегімізді сақтап қалу үшін, жас қалпында деп айтамыз, таза қалпында міндетті түрде жаңағы 2 айда бір рет, 3 айда бір рет осы детоксты жасап тұру қажет. Сонда шынымен де сіздердің ағзаларыңыз жаңағы ешқандай ауру сіздердің ағзаларыңызға кедергі тигізбейтін болады. Сосын қаным қою дейді, аяқ қолым үйіп қала береді. Байқасаңыздар, көп қыздар айтады, Гүлбала ханым, менің гемоглобиным 140-150 болып кетіпті, ол күшті емес па деп. Негізі қыздар, байқасаңыздар, ол қанның көптігінен ондай болмауы мүмкін бір жағынан. Өйткені сіздің қаныңыз қоюланып кетуі мүмкін. Сіз суда аз ішесіз, мүмкін мүлдем су ішпейтін шығарсыз, сондай жағдайлар бар ма, қыздар? Араларыңызда мүлдем су ішпейтін қыздар бар ма? Бар болса, мына жерде сұрақ белгісі болса, сол жерге бар деп жазып кетіңіздер, мен оқып жатырмын. Көп қыздар жауап та беріп жатыр. Вот, қыздар, сондай жағдай болған кезде сіздерде гемоглобин жаңағы қағаз түрінде көп болып көрінуі мүмкін. Оның барлығы шынына келгенде сіздердің қандарыңыз көп емес, қандарыңыз қоюланып кеткен. Өйткені суда аз ішесіздер, өйткені жаңағы ағзада мына тромбтар бар ғой, соның барлығында жаңағы домалақ болып сіздердің қандарыңыз қою болып, іртік болып қалуы мүмкін. Ертең оның барлығы мына жүрек ауруларына алып келуі мүмкін, қыздар. Егер сіздер жаңағы судың нормасын күнделікті орындамайтын болсаңыздар, немесе күнделікті жаңағы өздеріңіз детокс жасамайтын болсақ, ағзамызға шынымен де біздің денсаулығымыз нашарлап кетуі мүмкін. Сіздер өйткені күнделікті қаншама тамақ жейсіздер, мысалы сусын, тәтті сусындар болсын, немесе газдалған сусындар болсын, немесе жаңағы майға қуырған тамақтар болсын оның барлығы білесіздер ғой, жаңағы ағзамызда, біздің асқазанымызда жинала береді. Сол арқылы да бізде ағзамызда шлактар пайда болады. Ол сіз қандай тамақ жесеңіз де міндетті түрде шлак ағзада болады. Өйткені оның барлығы жаңағы қорытылған кезде қалдықтар қалады ғой. Сол үлкен дәрет арқылы шыққанның өзінде де сіздерде ағзада жаңағы ішектеріңізде сондай қалдықтар тұрып қалады. Ол сіз қанша қалай тамақтансаңыз да бәрібір тұрып қалады. Оның барлығын осы детокс арқылы шынымен де тазалап шайып өтуіміз қажет міндетті түрде. Сосын анемиядан жаңағы арылғым келеді деп айтады. Көп қыздарда жаңағы қандары сұйықтасып кетеді, өйткені сіздердің жеп жатқан тамақтарыңыздың барлығы бір железо, темір жоқ болуы мүмкін, немесе қан көбейтетін тамақтар емес қарапайым гамбургер, чизбургер, немесе чипсы, пицца деген сияқты сондай калориясы көп, бірақ құнарлылығы жаңағы мүлдем жоқ, яғни пайдасы, дәрумені жоқ тағамдар болуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде дұрыс тамақтанып және де детокс жасайтын болсаңыздар, сіздердің қан қысымдарыңыз өз қалпына келеді, гемоглобин да өз қалпына келетін болады міндетті түрде. Нормада, қыздар, егер сіздерде, мысалы адамдарда
нормада жаңағы 120 болатын болса, иә, мысалы 120, 130, 110, иә, минимум 110 болатын болса, ол жақсы. Ал егер сіздер өздеріңіз мысалы тапсырып көргенсіздер ме, гемоглобинға анализ тапсырып көргенсіздер ме? Егер тапсырмаған болсаңыздар, тапсырып көрсеңіздер болады, иә. Егер 100-ден төмен болатын болса, демек сіздерде қан аздық, гемоглобин төмен. Егер көп болатын болса, онда өздеріңіз байқаңыздар. Егер 120-дан 130-дан көбейіп кететін болса, демек сіздерде шынымен де қандарыңыз көп, немесе жаңағы су ішпейтін болсаңыздар, немесе шай ішпейтін болсаңыздар, сұйықтық өте аз ішетін болсаңыздар, қандарыңыз жаңағы қоюланып кеткен деген сөз. Сосын қазір енді мен әрқайсысына тоқталып өтейін, иә, қыздар. Вот дертке дауа детокс, иә. Одан ары қарай жаңағы мен бірнеше проблемаларды айтып өттім ғой, иә. Енді тағы да бірнеше проблемаларды айтып өтейін. Өтім толған сияқты, изжога мазалайды деп жатады. Көп қыздарда осы өтім толған деп көбісі айтып жатады. Өйткені қандай да бір тамақ жегенде бірден жаңағы құсқыларыңыз келіп, иә, сондай состояние сіздерде болған ба, қыздар? Болған болса, мына жерде жазып кетіңіздер, мен оқып көрейін, сосын сіздердің проблемаларыңызды міндетті түрде шешетін боламыз. Өттері толып жаңағы бір сәл көп тамақ жеп қоятын болса, немесе сәл бір майлы тамақ жеп қоятын болса, бірден жаңағы раковинаға барлығын шығарып тастайды, иә, сондай жағдайлар болып жатады. Немесе жүрегі көтеріліп, бір өзін жайсыз сезінеді, өзін ауыр сезінетін, денесін ауыр сезінетін жағдайлар болады. Оның барлығы шынымен де сіздердің дұрыс тамақтанбағандықтарыңыздан, және де мына ішектеріңіздің жұмысы нашарлағандықтан, иә. Өйткені біздің адам тағам жеген кезде міндетті түрде ол жаңағы 8 сағаттың ішінде қорытылып кетуі керек қой, иә. Ішегімізге барып, ары қарай тоқ ішекке барып деген сияқты, иә, солай қорытылып кету керек. Ал көбінесе жаңағы тамақ жеген кезде егер сіздердің тамақтарыңыз тұрып қалатын болса, біраз уақыт өткен соң мысалы жүрек айнып, сондай жағдай болатын болса, демек сіздердің ішектеріңізде проблема бар. Оның барлығын емдеу үшін міндетті түрде детокстан өту қажет. Шынымен де сіздердің ағзаларыңыз, ішектеріңіз әртүрлі шлактардан тазаланатын болады. Ол жерде тек шлак емес қой. Сіздердің ағзаларыңызда әртүрлі жаңағы ауыр темірлер бар, иә, вредные металлы деп жатамыз ғой, иә. Вот солардың барлығынан арылу үшін де міндетті түрде су нормасын орындау керек, міндетті түрде детоксты жасау керек. Одан бөлек асқазаным түйіліп ауырады. Бұл да жаңағы жағдай. Запордан қиналып үлкен дәретке бара алмаймын. Не үшін бара алмайсыз? Өйткені сіздің жаңағы тамақтануыңыз дұрыс емес. Көптеген жаңағы дұрыс емес химия қоспасы бар, әртүрлі специялар бар, тамақтарды көп жегендіктен, иә, немесе майлы тамақтарды көп жегендіктен. Мысалы, білсеңіздер, қойдың еті мен сиырдың етінде холестерин көп. Сол себепті көбінесе жылқының етін жеген абзал. Ал қой мен сиырдың етінде ол ағзаға сәл ауыр да, ол сіз мысалы сізде өтіңіз толған болса, сіз сондай етті жейтін болсаңыз, шынымен де сізде жаңағы неприятный ощущение міндетті түрде болады. Сосын приступ беріп қалуы мүмкін, иә, сондай жағдайлар болуы мүмкін. Оның барлығын алдын алу үшін міндетті түрде әрбір тамақтарыңызды талғап жеген абзал, қыздар. Таңертең мысалы да, енді ертең алла жазса ауыз бекітетін болсаңыздар, таңертеңнен көбінесе жаңағы ақ еттер бар ғой, мысалы қоянның еті, тауықтың еті, қаздың еті, үйректің еті деген сияқты. Сондай ақ еттер тез қорытылады, олар таңертең жесеңіздер болады. Ал кешке жаңағы қызыл еттер, яғни жылқының еті, ешкінің еті, жаңағы көп қой, түйенің еті деген сияқты, вот соларды жесеңіздер болады кешке жақын. Вот ол да пайдалы, өйткені оның барлығында құрамында белок өте көп. Сосын ішім кебе береді дейді. Ондай жағдайлар сіздерде болған ба, қыздар? Шлактан, токсиннан жаңағы қалай құтылсам екен деп жүрген қыздар, барлықтарыңыз міндетті түрде детокстан өтулеріңіз қажет. Детоксты бір рет үйреніп алсаңыздар, ол сіздерге өмірлеріңізге жаңағы соңына дейін ол сіздерге азық болады. Өйткені сіздер үйреніп аласыздар да, ертең өздеріңіз де жасай беретін боласыздар. Қалай дұрыс жасау керек екенін мен міндетті түрде сіздерге айтатын боламын. Сосын қаншама жаңа дәрі-дәрмек іштіңіздер, я баттар іштіңіздер, мысалы да, енді қаншама әртүрлі препараттардың барлығын ішіп, бірақ ешқандай нәтиже көре алмадыңыздар да, сіздердің асқазандарыңыз тазаланбады. Ол дәрілерді ішіп, оның барлығы токсин екенін білесіздер, я, химия екенін білесіздер. Сіздердің асқазандарыңызға былай қабаттасып, жаңа көптеген өзінің мысалы
білесіздер ғой, дәрі-дәрмектер адамның бір жерін емдесе екінші жерін науқас қылып қояды. Өйткені сіз ол дәріні қайтадан алуыңыз керек та. Солай фармацевтикалық жаңағы фирмалар көбінесе солай жасап қояды, чтоб олардың өнімдері өту үшін. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Сол себепті міндетті түрде жаңағы табиғи өнімге көбінесе әуес болыңыздар. Әртүрлі химиядан қарағанда қыздар қаншама ол қымбат болсын, бірақ табиғи өнім ертең сіздердің денсаулықтарыңызға кепілдік бере алады. Мысалы, қымыз, жаңағы жылқының сүті, саумал деп жатамыз, немесе түйенің сүті, немесе ешкінің сүті, оның барлығы пайдалы ғой. Таңертең көбінесе соларды ішетін болсаңыздар, сіздердің иммунитеттеріңіз мынандай болады. Вот шынымен айтайын, осындай болады. Қандай да бір очистка жасайтын кезде де сондай сүттерді немесе сүтке әртүрлі жаңағы тағамдарды қосып, араластырып дайындайтын болсаңыздар, шынымен де сіздердің иммунитеттеріңіз жақсаратын болады. Қандай да бір жаңағы пайдасыз дәрумендерді ішкенше табиғи өнімдерді көбірек қолданыңыздар. Сосын буыным ауырады, тізем сырқырайды. Ондай жағдайлар өте көп кездеседі. Менің қыздарым емес, енді апаларымда деп айтсам да болады, өйткені өздерінің жасына келіп, жаңағы 60-тан асқан апаларымыз болсын, немесе 40-тан асқан, 50-ден асқан, өйткені сіздердің аяқтарыңыздан көп суық өткен кезінде, оның барлық жаңағы тамақтарыңыз дұрыс емес, құрамында кальций может жоқ шығар сіздердің тамақтарыңызда, немесе қандай да бір жаңағы балықтың майы деп жатамыз, омега-3, сол аз шығар. Жылдар өте келе, мысалы, мына екі сүйектің арасындағы жаңағы сұйықтық бар ғой. Сұйықтық, мысалы, мына былай буылады ғой, мысалы, бүйтіп айтайық, мына жерде екі сүйектің арасында жаңағы сұйықтық болады. Мысалы, тізені айтып жатырмын да, енді тізе мынау. Сол сұйықтық былай жүре бергеннен кейін жас келе, ол адамдарда мына жерде сұйықтық мүлдем кетіп қалады, таусылып қалады. Егер сіз норма кальций жаңағы қолданбайтын болсаңыз, тамақта немесе май қолданбайтын болсаңыз, жаңағы пайдалы майлар деп айтып жатырмын ғой. Вот соларды қолданбайтын болсаңыз, сізде мынаның бәрі таусылып қалады да, сосын мына екі сүйек бір-біріне қажалып, жаңағы жүрген кезде міндетті түрде ол ауыратын болады. Ол жас келе солай пайда болады, ол бірден пайда болмайды, жас келе пайда болады. Ертең сізде сондай проблема болмас үшін қазірден бастап дұрыс тамақтанып, детокс жасап, міндетті түрде ағзаны артық шлактардан, токсиндардан, тұздардан барлығынан былай шығарып тастау керек. Сонда ғана сіздерде алдағы уақытта денсаулықтарыңыз мықты болады міндетті түрде. Сосын енді қараңыздар, детокс мысалы жасайсыздар ғой, детокс біткен соң, қандай сіздерде нәтижелер болады. Яғни, сізде таңертең тұрғаннан кейін аузыңыздан жағымсыз иіс шығады ма? Вот сұраққа жауап беріңіздер, мына жерде сұрақ белгісі тұр, сол жерге жауап беріңіздер. Немесе мен комментарийді қосайын, осылай сөйлесейік, бір-бірімізбен. Вот жауап беріңіздер. Шынымен де сіздерде ауыздарыңызда жағымсыз иіс бар ма қазір? Көптеген жүрекшелер кетіп жатыр. Көптеген қыздарда ауыздан жағымсыз иіс шығады. Не үшін? Өйткені сіздердің жаңағы жеген тамақтарыңыз артығымен жеп қойғансыздар, немесе жаңағы асқазан жұмысы нашар. Яғни метаболизм нашар, толықтай оның барлығы қорытылып бітпеген. Сол таңертең тұрған кезде ауыздан жаңағы кекірген кезде немесе бір неприятно иіс шығады. Сондай жағдай егер сізде болатын болса, детокстан соң сіз содан арылатын боласыз. Егер дұрыс жасайтын болсаңыз, міндетті түрде арылатын боласыз. Сосын ұйқы қанатын болады. Егер қазір мысалы қандай да бір проблеманы ойлап жүріп, немесе көптеген жаңағы нәрселерді, мысалы баланың оқуы, немесе үйдегі продукты, тамақ, қандай тамақ жасаймын, мынаны не істеймін, мынау деп көптеген проблеманы ойлайтын болсаңыздар, қазірдің өзінде сіздердің ұйқыларыңыз тыныш емес. А егер детокстан соң сіздердің бүкіл ағзаларыңыз тазарған соң, шынымен де ұйқыларыңыз реттеледі. Түнде ұйықтай алмайтын болсаңыздар, немесе түнде жаңағы дұрыс ұйықтай алмай жүрген болсаңыздар, соның барлығынан міндетті түрде арылатын боласыздар. Сергектік
күш қуат артады. Яғни өздеріңізді бодрый болып жүресіздер. Мысалы 5-ші этажға қазір ірсілдеп зорға шығып жүрген болсаңыздар, ертең детокстан соң өздеріңізді өте жеңіл сезінетін боласыздар. Сол арқылы да жаңағы мініп түсу жеңіл болады міндетті түрде. Сосын гормондар реттеледі. Егер қазір сіздерде қандай да бір гормон көп немесе аз болатын болса, шынымен де ағзаны тазалаған соң көбінесе жаңағы көп қыздарда етек кіріп келмей жатады, сондай жағдайлар болады. Егер сондай болатын болса, шынымен де детокстан соң Алла жазса, міндетті түрде гормондар реттеліп, оның барлық қалпына келетін болады. Сіздердің месячныйларыңызда қалпына келетін болады міндетті түрде. Изжога, іш кебу, іш қату, осындай жағдайлар болатын болса, оның барлығынан міндетті түрде арыла аласыздар осы детокс арқылы қыздар. Өт толу, бауырдың ауруы, бүйректің шаншуы, одан бөлек 1001 себептер бар ғой денсаулыққа байланысты. Оның барлығы осы детокстан соң міндетті түрде жақсаратын болады қыздар. Ең бастысы барлығын уақытылы орындау керек. Детокс жасағанда да тек қана ішіп қойып жата қалуға болмайды. Міндетті түрде қосымша жаттығуларды жасау керек қыздар. Сосын қараңыздар. Детокстан соң беттеріңіз шынымен де ағаратын болады. Беттеріңіз жаңағы қазір мысалы мен бетімде қарасаңыздар, менде ондай ешқандай прыщи, угри деген жоқ, өйткені менде рационда постоянно правильное питание. Арасында болып қалады, бір ет асып қаласың, немесе қандай да бір лагман жасайсың, ол аптасына бір рет, ол барлығына рұқсат етілген. Ал бірақ күнде емес. Сол себепті сіздерде егер дұрыс тамақтанып детокс жасайтын болсаңыздар, беттеріңіздің кәдімгідей тондары ағаратын болады міндетті түрде қыздар. Сосын шаштарыңыз қатаяды, шаштарыңыз қандай да бір проблема болатын болса, шынымен де айтады ғой, на клеточном уровне деп жатамыз ғой, бүкіл жаңағы жеген ішкен тамақтарыңызға байланысты сіздердің тырнақтарыңыз, көздеріңіз, шаштарыңыз, қастарыңыз, кірпіктеріңіз барлығы осы тамаққа байланысты. Сіздер қаншалықты дұрыс тамақтанасыздар, соншалықты барлығы жайлап ретке келетін болады қыздар. Сосын егер сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер мына жерге. Детокстан нәтиже болады ма деп көп қыздар сұрап жатады. Міндетті түрде нәтижені көресіздер. Егер шынымен де жаңағы регулярно жасайтын болсаңыздар қыздар. Яғни тәбет қана емес, ниет те дұрысталады. Яғни біз марафонда тек қана тамақ қана айтпаймыз. Психологиялық жағдайда міндетті түрде біз қосып отырамыз, адамдарға поддержка беріп отырамыз. Сол арқылы да сіздердің өмірлеріңіз жаққа өзгеретін болады. Қазір мысалы біреуге ашуланып көп жүретін болсаңыздар, ертең Алла жазса детокс біткен соң өздеріңізді әлде қайда сергек, әлде қайда жаңағы бақытты сезінетін боласыздар. Өйткені өздеріңізді жеңіл сезінетін боласыздар. Өздеріңіздің денсаулықтарыңыз өздеріңізге ғана керек екенін түсінетін боласыздар. Ұйқы режимі жолға қойылады міндетті түрде. Ағза жұмысы 100% қалыпқа келеді міндетті түрде. Детокстан минимум, қыздар, минимум 5 килодай салмақ тастай аласыздар. Қыздар, сұрақтарыңыз қоя беріңіздер, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Мына жерде жаңағы тері аурулары, беттегі қандай да бір проблемалар, оның барлығы міндетті түрде шешілетін болады. Ең бастысы сіздер осы детокс жасағанда барлығын уақытылы ішіп отыруларыңыз керек. Яғни 5 мезгіл ішіп отыруларыңыз қажет. Сонда шынымен де сіздерде нәтиже күшті болады. Ең бастысы бүкіл ағзаны тазалап алсақ, ары қарай жеңіл болады қыздар. Сосын енді жалпы детокс деп айтып жатырмыз ғой, детоксқа қатысқан қыздар міндетті түрде сіздерге 2 сыйлық берілетін болады. Яғни оразаның менюі, алда ораза келе жатыр, детокс жаңағы болып жатқан кезде ораза басталады. Сол кезде міндетті түрде сіздерге оразаның менюі берілетін болады. Ол сіздерге сыйлық ретінде беріліп отыр, өйткені оразада көптеген сауап жинап қалуымыз керек. Сол үшін мен сіздерге сыйлық жасағым келіп отыр. 1 айлық ораза меню сіздерге тегін беріледі сыйлық ретінде. Одан бөлек осы детоксқа қатысатын болсаңыздар, міндетті түрде ПП жаңағы торттар бар ғой, Алла жазса оразада да жасайсыздар. Без глютеновая мука арқылы жасалатын торттар, яғни глютені жоқ жаңағы ұндар бар ғой, ПП ұндар. Солармен жасалған торттардың рецептін мен өзім жасадым, өзім түсірдім, сіздерге арнап жасап қойдым. Соның барлығын сіздер тегін алатын боласыздар. Одан бөлек осы торттар алдағы уақытта қандай да бір басқа торттарды жасайтын болсаңыздар, қалай жасау кереккен барлығын мен Word программасына жасап қойдым, гайд арқылы тегін гайд берілетін болады. Алдағы уақытта любой тортты жасаған кезде өздеріңіз жасай беретін боласыздар. Еш қиналмай, ешқандай жаңағы қиыншылық болмайтын болады. Енді жалпы құны 3000 теңге.
детокстың жалпы құны 3000 теңге. Егер қатысам десеңіздер, 24 сағаттың ішінде 1500 теңгеге қатыса аласыздар. Мен мына жерде реквизиттарды жазып қойдым. Керек болса аласыздар. Қатысам десеңіздер, төлем жасап чектарыңызды жібересіздер. Тек 30 ғана орын, басқа орын жоқ қыздар. Өйткені орын аз, бірақ көп қыздарды алмаймын. Тек 30 қызбен ғана жұмыс жасаймын. До конца сол 30 қызды нәтижеге жеткіземін қыздар. Ең бастысы өздеріңізге сенімді бол, өздеріңіз күнделікті менің айтып отырған тапсырмаларымды қыздар, тек қана меню емес, тапсырмаларымды орындайтын болсаңыздар, минимум осы 10 күннің ішінде 4-5 килограмм салмақ тастайтын боласыздар. Енді мына жерде сұрақтарыңызға жауап беріп өтейін, иә? Оразадан кейін бастала ма дейді. Жоқ қыздар, оразаға дейін басталады. Өйткені ораза уақытында біз детокс жасай алмаймыз. Үлгереміз. Осы 5 күнде ары қарай міндетті түрде оразаның меню берілетін болады. Детоксты жақсылап жасап аламыз, очистка жасаймыз. Өйткені ораза уақытында очистка жасауға болмайды. Умарова, өте қуаныштымын. Я чектарыңыз келіп жатыр мына жерде. Құттықтаймын сізді, міндетті түрде жаңағы марафонға қосатын боламын. Сосын ораза уақытында міндетті түрде дұрыс тамақтану керек. Бірінші детокс жасап аламыз, ары қарай дұрыс тамақтанатын боламыз. Сол арқылы сіздерде ертең алла жазса 1 ай бойы жаңағы ораза ұстаған кезде де білесіздер ғой, оразаның өзі детокс болып тұр ғой енді, иә. Оразаның өзі бүкіл ағзаны тазалайды, иә. Алланың сондай құдіреті да сіздерге жылына 1 рет асқазандарыңызға демалыс беріп отыр. Шынымен де денсаулықтарыңыз келсе, міндетті түрде ұстаныңыздар, жарай ма? Оразаны ұстап болған соң жаңағы өздеріңізді прям сондай күшті сезетін боласыздар. Өйткені шынымен де беттеріңіз тазарып, өйткені қазір көптеген әртүрлі тамақтар жегендіктен сіздердің беттеріңізге бірден шығады, немесе жаңағы іштеріңіз салбырап кетуі мүмкін, иә. Соның барлығын реттеу үшін міндетті түрде жаңағы детоксты жасап, сосын оразаға өткен абзал. Қай күні басталады дейді. Қыздар, ертең кешке басталады. Детокс марафон ертең кешке басталады, яғни ровно 1 күн уақыттарыңыз бар, я 24 қана сағат уақыттарыңыз бар. Одан артық уақыттарыңыз жоқ. Егер қатысам дейтін болсаңыздар, төлем жасап, реквизит жазып қойдым. 1500 теңге төлеп чектарыңызды жіберіңіздер, 2 сыйлықтарыңызды алыңыздар, сосын детокс марафонына қосылыңыздар. Қай күні басталады? Так. Қашан бастаймыз? Ораза рецепт тоже ПП ма дейді. Ораза рецепт тоже ПП қыздар. Ораза рецепт кәдімгідей арықтап жүрген қыздарыма арналған рецепт. Түсінікті дейді. Я дейді. Өте қуаныштымын. Мына жерде де сұрақтар бар менде. Так. Түсінікті, я барлықтарыңыз мына жерде қыздар жиналып қапты. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жауап берейін, сосын эфирді аяқтайық. Ровно жарты сағат уақытымыз өтіпті, көп созбай. Әрбіріңіз сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, немесе түсінікті болса, түсінікті деп жазып кетіңіздер. Мен де жіберіп қойдым дейді. Жақсы. Түсінікті, я? Қосымша продукты қыздар, продуктың барлығы қарапайым үйдегі бар продукталар болады, қымбат еш нәрсе жоқ қыздар. Жаңа ғана кірдім дейді. Біз детокс жайлы айтып отырмыз. Қыздар, детоксты емізетін қыздар, сіздер егер балаларыңыз қосымша тамақ жейтін болса, я балаларыңыздың жаңағы фруктылардан іштері ауырмайтын болса, я жеміс-жидектерден, онда ұстануға болады. Ал егер іші ауыратын болса, онда болмайды. Детоксқа қандай заттар аламыз дейді. Детоксқа қарапайым үйдегі бар продукталар қыздар. Овощи, фрукты, солар керек болады сіздерге. Айран керек болады міндетті түрде. Жақсы, я барлығы түсінікті болса, онда мына жерде Жанар ханым, Гүлмира ханым құттықтаймын, сіздер қосылдыңыздар. Төлем жасап жатыр қыздар, бір 15 шақты ғана орын қалған шығар. Өйткені шынымен де кәдімгідей чектарыңыз келіп жатыр мына жерге. Шынымен де қатсам, арықтаймын, өз денсаулығымды жақсартамын деген қыздар өте көп. Қазір барлығы өйткені мына коронавирустан соң барлығы өз денсаулықтарын өте қатты бағалап кетті. Оған дейін ешкім түсінбейтін, бұл не деп жаңағы салғырт қарайтын. Қазір иммунитетті көтеру үшін, осы жаңағы вирустан аман өту үшін барлығы шынымен де дұрыс тамақтанып жатыр. Өздерінің ағзаларын өздері жаңағы ретке келтіріп жатыр деп айтсақ та болады. Рита ханым, бұл детокс марафонына.
весы міндетті түрде керек болады қыздар. Егер весі жоқ, бірақ қатыса берсем бола ма деген қыздар болады, иә, салмағым маңызды емес деген. Вот сондай жағдайда салмақ жібермей қатысуға болады. Оның ештеңе етпейді. Ең бастысы барлығы өздеріңіздің денсаулықтарыңыз үшін қыздар. Осыны скрин қылып алсаңыздар, иә қыздар. Мен де жібердім дейді. Ләззат ханым, иә, келді чегіңіз, өте қуаныштымын. Сізді де құттықтаймын. Қазір кешке дейін төлеймін, күте тұрасыз ба дейді. Жақсы, күтейін. 30 орын толса болды, артық адам алынбайды қыздар, есте болсын, иә. Екі сыйлығымызды ұмыт кетпеңіздер. Міндетті түрде мен сіздерге екі сыйлық беретін боламын. Біреуі ораза меню, біреуі өзім жасаған ПП торттар видеосы мен гайд берілетін болады міндетті түрде. Бауыр тазаланады дедіңіз ба дейді. Иә. Бауыр міндетті түрде тазаланатын болады. Өйткені білесіздер, бауырға жаңағы бүкіл ішіп жеген жаңағы тағамдарыңыздың барлығы, иә, сол арқылы өтеді ғой. Сонда оның барлығы бауырды байқасаңыздар, көбінесе кей адамда цирроз печени болып кетуі мүмкін, иә. Бауырдың асқынуы, рак печени деп айтып жатамыз, иә. Соның барлығы дұрыс тамақтанбағандықтан, екінші жаңағы әртүрлі ішімдік ішкеннен болуы мүмкін, немесе жаңағы өкпелеріңіз мысалы темекі шеккеннен болуы мүмкін да. Оның барлығы сіздер ондай жағдайдың өзінде де сіздер егер дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, оның барлығы қалыпқа келтіруге болады. Ең бастысы ары қарай оны жаңағы бауырдың май басуы деп жатамыз, иә, оның барлығы дұрыс емес тамақтанғандықтан. Сіз қаншалықты көп майлы тамақтар жей бергенден оның барлығы бауырға барып жабысып, ішектеріңізге барып жабысып, асқазанды жаңағы бүкіл ішек жолдарын, иә, барлығын май басып кетеді. Сосын уже ас қорыту процесі нашарлайды, метаболизм нашарлаған кезде сіздердің ішіп жеген тамақтарыңыздың барлығы немесе запор болып тұрып қалады асқазанда, немесе жаңағы жоғары жақтан, яғни өттің толып, ауызға келіп, иә, тамақтан шығып кетуі. Вот сондай жағдайлар болып кетуі мүмкін. Сол себепті әрдайым рационды жаңағы дұрыстап отыру қажет міндетті түрде. Марафон қашан дейді? Бүгін емес, ертең, яғни 24 сағаттарыңыз бар, ертең сағат 9-да бастаймыз. Жақсы, иә, қыздар, егер сұрақтарыңыз болмаса, мына жерде төлем жасап жатыр екен, өте қуаныштымын қыздар, барлықтарыңызды құттықтаймын. Үлгерген қыздар үлгерді, үлгермегендер енді алда көре жатар мүмкін, келесісіне қатысарсыздар, иә. Тек 30 ғана қыз ғана қабылданады. Ары қарай жаңа өздеріңіз шамаларыңыз келсе, ұстап кетесіздер, ары қарай оразаны ұстап кетіңіздер, сол арқылы да шынымен де сіздерде артық салмақ болмайды қыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Әрдайым дұрыс тамақтанып, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға міндетті түрде қарап жүріңіздер.